Сәлеметсіздер ме? Бүгін софт сұхбаттың кезекті шығарылымы бізде қонақта көркем еңбек пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Сұлушаш Талпаққызы. Қош келдіңіз, апай. Менде бүгін білгендей, көркем еңбек, қолөнер шеберінен сұхбат алатын білгендей, мынандай ұзын екпін киіп кеттім. Мен әдемі болып жайқалып отырмын. Мынандай біздің жақсы құрылған киіз үй макетінің жанында. Енді мен сізге алғашқы сұрақты қойғым келіп отыр, апай. Сіз үнемі позитивті жүресіз, күліп жүресіз. Мен сіздің ашуланғаныңызды көрмеппін. Мынандай стресс деген сөзді ұнатпаймын, бірақ дегенмен қазіргі лайфхак болсын, көп адам стресске түскіш. Осы позитивті жүрудің сыры неде? Мен енді неға деп айтуға болады енді. Білмеймін, мен ешқандай, мысалы үйде бір нәрсе адам болғаннан кейін, семья болғаннан кейін бір болады ғой, енді бір кейіп қалатын реніш болады. А мен сол реніштерімді мен сол болғанды ренжимін, артынан тез ашуымды баса қоямын. Ол үйде болған мысалға ренішті мектепке кіріп оқушыларға, я болмаса басқа ұстаздарға көрсеткім келмейді. Иә. Жалпы көңіл деген жақсы көремін өзім. Жалпы көп ренжімеймін. Көп ренжімеймін. Ренжімеуге тырысамын, иә. Жіберуден гөрі ренжімеу өте жақсы. Жақсы адамның ашуы шәуремал кепкеше деген мақалда бар ғой. Өте жақсы. Енді қолөнер шебері деп айтып жатырмын. Сіздің біршама жұмыстарыңыз республика көлемінде танылып жүр. Оқушыларыңыз жетістікке жетіп жатыр. Республика көлемінде оны бүкіл қала, облыс біледі. Енді сол бір қолөнер, енді қазір білеміз ғой, қолөнер дамыту, хәндмейд деп айтып жатыр, иә, қазір қолдан жасалған нәрселер бағалы. Себебі адам өз энергиясын, өз уақытын, өзінің таңбасын, қолтаңбасын айдентификациялайды, оған жұмсайды. Сондықтан енді қазір сіз лайфхак болсын тоже көрермендерге осы бір қолөнер бұйымын жасауды сипаттап берсеңіз. Қалай? Енді мен қазір өзімнің жеке айналысып жүрген қолөнерім бұл құрақ көрпе тігу, сосын той шашу, құрақ топтар тігу. Бұл енді мен үйде жүргенде мен тектен-тек босқа жүрмеймін. 6 демалыс күндері болсын, бос уақытымда көрпе тігемін, балаларыма тігіп беремін, қыздарыма тігіп беремін деген сияқты. Сұраныс болса, былай тапсырысқа да кейде жасап беріп жатамын. Сосын кішкентай тойға, той жастық тігемін, сосын кішкентай доптар тігемін. Кішкентай доптар, одан үлкен доптар, волейбол, баскетбол доптарды жаңағы барқыт матадан тігіп кәдемізге жаратамыз. Енді қазақ болғаннан кейін той болады, бала тойы болады, шашалы тойы болады деген сияқты осы тойларға жаратамын. Сонан кейін барып енді шашақ, киіз үйде бұрыннан да шашақ болды ғой мінекей. Бұл шашақтар деген жасанды шашақтар ғой. Сол шашақтарды мына су моншақпен, сосын қазір дүкенде сатылатын жіптер бар ғой. Сол жіптерден жасаймын. Бұған ұшықтың көмегі керек. Ұшықтан жаңағы жіптерді ширату арқылы, мына жерде әкелуге болатын үйде ұшығым болады негізі. Ширату арқылы мына моншақтарды тибененеге тізіп, моншақты тізіп, шашақтар істейді. Оны да бос болсам оны да жасаймын. Су моншақпен әдемілеп жасауға болады. Сонан кейін барып, енді қазір таңда мынау жұмыс бабына байланысты мектепте бізде сәндік қолданбалы өнер деген тарау бар ғой. Сәндік қолданбалы өнер тарауы бойынша мен енді өзім биыл беріп жатқан жоқпын 9 жасқа. Бұрын енді бердім. Киіз басу өнер деген бар тақырып. Сырмақ киіз басу өнер деген тақырып бар. Иә, бағдарламада бар бұл. Соған байланысты айта кетейін дегенім, бұрын мысалға біз киіз басуды өзіміз кішкентай кезімізде, бала кезімізде анамыздан, әжемізден үйрендік. Ол кезде жаңағы малды қырқатын еді. Малды қырқып, оның жүнін жуып, оның жүнін жаңағы сабауменен тулақ мынандай тулақ жайып қояды. Тулақтың үстіне манағы жүндерді бөліп жүнді салып, сол тулақтың үстіне жаңағы малдың жүнін, ақ текемет болса ақ жүнді, қара текемет болса қара жүнді салып, 3-4 адам келіншек сабайды жүнді. Сабауменен, ол кезде сабау деген болды. Иә, сабауды деген жаңағы даладан алып келеді, сабау сайтын өзінің ағашы болады. Немесе жаңағы темір сабау болды. Сол темір сабаумен жүнді әдемілеп тұрып сабап, жақсылап, содан кейін барып қопсытып жинайды әзеге. Содан кейін барып енді киіз басу керек қой. Киіз басу үшін бізге ши керек. Сол шиді, шымшиді жайып қойып, үстіне манағы жүннің бәрін екі сабаудың көмегімен түгел манағы шидің бойын аулатып түгелдей жүнді жатады. Үстіне мынандай текеметтің ою өрнектері бар. Текеметтің ою өрнегін салу үшін алдын ала талдырмаш дайындап алады.
талдырма деген ол бүлік. Мына столдың қалыңдығындай қылып талдырмаш дайындайды. Сол талдырмашты оны бояйды, жүннен, қызыл жүннен, көк жүннен, сары жүннен бояп, манағы өрнектердің бәрін, ою өрнектердің бәрін әжелеріміз, шебер әжелеріміз қиып, манағы жүннің бетіне салады. Текеметтің өрнегіне салады. Содан кейін ретінші жаста бала кезіңізде көзіңізде көрген шығарсың әжелерінен шелекке, қайнаған суды шелекке құйып қойып, қолында сыпырғы, бір қолында бақырашпенен манағы сыпырғын үстіне шетінен бастап суды себеп, ар жағында жаңағы екі апай бүйтіп мына не шиді орап отырады. Себеп, ысылай шиді орап отырады. Себеп, ысылай шиді орап, сөйтіп ең соңына дейін шиді аяқтап орайды. Орағаннан кейін 3-4 жөннен шиді буады, 4 жөннен шиді буады. Содан кейін екі арқан жіпті әкеледі де айқастырып байлайды жіпті. Айқастырып байлайды. Яғни бұл жаңағы шиді тартуға арналған. Содан жаймен шиді тартамыз. Текеметтің шиді тартқан кезде жай тарту керек, қатты тартуға болмайды. Себебі қатты тартсаң, манағы ішіндегі оюың ығысып кетеді. Сондықтан оның да өзінің тарту әдісі бар, тәртібі бар. Сонымен шиді тартып болғаннан кейін барып жаңағы шиді ашады. Шиді ашқаннан кейін барып жаңағы әжелеріміз шиді екі жағынан жаңағы ішіндегі жүнді текемет болып басылды ғой, соны орайды. Орағаннан кейін олар орап отырады да білектейді деген болды. Білетін шығарсыңыз, бардағы сіздерді жаймен қатты істемейді, бірақ өсе білектеп манағы текеметті пісіріп қызарып жүн болып қалады, қызарып қалады. Соны сөйтіп текеметті басып шығарып далаға күні көзіне жайып қояды. Күшті, керемет. Енді осы бағдарламада тұр, иә? Бізде 9-шы сыныпта бар. 9-шы сынып. Сырмақ деген, балалар киіз басу деген өнер. Ол қазір техниканың дамыған заманда олар қолмен жасауды үйрене ма, әлде бір басқа бір құрылғылармен? Бұл енді қазір енді техника дамығаннан бұрынғыдай еңбегі жоқ. Бұрынғыдай техникамен мүмкін. Қазіргі таңда дүкендерде сатылады, кеше біздің осы жоқ, қазірден салыстыра алмайсың. Кішкентай ғана ондай үлкен ағашты алып жіберіп, мына шегелерімен арасын сантиметрден қойып жіберіп, осылай қойып жіберіп, жаңағы жіптерді өру арқылы, өткізу арқылы, жүнді өру арқылы. Адам өзінің уақытын, энергиясын салады ғой. Қолмен саған адамды еңбекқорлыққа, сосын барып жаңағы тәртіпке, шыншылдыққа, әдемілікке, сәндікке, сұлулыққа адамды баулиды. Себебі сен мына істеп жұмысың әдемі шыққанын күтіп отырасың. Ең соңында шығармашылық ойлайсың. Қандай болып шығар екен мен текемедім. Ойы бары қисап кеткен жоқ па екен деген сияқты адамның миында бір сондай бір не қалады сағандай. Ой қалады адамда. Мана шыққан текеметтің әдемі шықса, қуанасың сен. Кішкене қисап кетсе әттеген ой, мына жеріне қисап кетті деген бір адамда кішкентай ғана өкініш болып қалады да. Өнім шығару бұл деген. Креативный деген сөз, осы create деген сөзден шыққан. Ол яғни бір өнімді шығару деген. Жасап шығару дегенге келеді. Өте жақсы. Қолмен өзіңнің энергияңды сала отырып. Енді шығармашылыққа туралы айтқым келіп тұр. Мысалы, қазір балаларға шығармашылық дағдысын дамыту қажет. Яғни шығармашыл болуы қазір маңызды балалардың. Оны талап етіп отыр, заман талап етіп отыр, бағдарлама талап етіп отыр. Осыны қалай дамытуға болады? Мысалы, осы көркемеңбек пәндері арқылы. Енді қазіргі таңда біздің өзіміздің мектебімізге кететін болсақ, бізге осы балалардың шығармашылығын дамыту үшін бір бөлек кабинет керек сияқты. Мектепке бөлек кабинет керек. Сол кабинетке бүткіл бағдарлама бойынша берілген сағаттар бар ғой. Сондағы мысалы тақырыптарға байланысты құрылғылар болу керек. Мысалға ши басу деген өнер бар. Ши басу деген өнер бар, сол шиді тоқу. Оған байланысты, оған ешқандай даладан сыңар іздеп қажет керек емес. Өзіміздің мына қолымыздан келеді, ағайлардың қолынан екі ағаш аяғы бар. Мынандай болып ашылтады бүйтіп. Болды, мына арасына ұзын ағашты қоясың. Ештеңе жоқ, ши, тас, жіп. Баланың өзі қолдан істеп болады. Сол қолғанды қондырып қойса, кабинетке тұрса. Мана киіз басу дегеніміз киіз басу дедік қой енді. Ол кездегідей тартып киіз баспайсың қазір. Қазір дайын жүн бар. Магазин сатылады дүкенде. Оған тек қана су керек. Жылы су. Сосын самар керек. Сосын кірсағын керек. Болды. Қолда бар. Пакет стоға жаясың. Манағы готовый жүн түтіліп келіп тұр ол жүн деген. Қызыл жасыл жүн. Ақ жүн емес, басқаларына ақ жүн аласың да, оны тек салу жолы мына созып саласың. Бірін саласың. Мана біз шиді бірін салдық қой. Шептен бастап. Манада, мына астына пакет қоясың. Дәл соның өлшемімен. Мана жүнді созып бұсай саласың. Созып бір бағытта жібересің. Екі бағытқа жібермейсің. Бұған бір үлкен, сіздің білемін, шеберлік сыныптарын облыс көлемінде семинарларда талай мастер-класс деп айтамыз ғой, шеберлік сыныптарын өткізіп жүргеніңізді. Бұған бірақ біз әлі де сіздің осындай шынымен жағдай жасалған мезгілде осындай шеберлік сыныптарыңызға көбірек қатысқымыз келеді. Енді жаңағы
қолда бар дүниемен жасау деген, мен бір әріптесім қазір Японияда жүр, Жапонияда. Сол жерде барлығы қолдан жасайды екен. Балалар өздері жасайды, техника дамыған болса да, ол жерде сол қорап, сол ағаш, сол балалар жаңағы қайшы, жіп, сабын деген қылып, балалар тек осы бар заттан жасап, кішкене бір рабочий беспорядок сияқты көрінеді. Барлығы бір біткен әдеміленіп, тек бүйтіп тұрған жоқ оларда. Бір қолда бар кәдімгі шаруашылық орта, қолда бар дүниемен жасау. Енді Сұлушаш Талпаққызы, сіздің бұл еңбек тәжірибеңіздегі керемет жинаған бүкіл тәжірибеңіз, мол тәжірибеңіз, 40 жыл еңбек өтіліңіз бар, білем, зейнет жасына жақындап қалдыңыз. Осы дүниелердің барлығы бізге азық. Мысалға, ол мына жаңа айтқан сіздің біліміңіз, біліктілігіңіз, соны әлеуметтік желі арқылы да тарату мүмкіндігін қарастырсаңыз деген ұсыныс, бірақ сізде бар екенін білем, соны жалғастырсаңыз YouTube каналыңызбен. Сізге тілегіміз, екінші тілегім деніңіздің сау болғаны. Жұмысыңыз алға баса берсін, үйретеріңіз көп, күш қуат энергияңыз мол, сізден үлгі аламыз, оқушыларыңыз республика көлемінде танылып жүр. Кеше ғана облыстан орын алып, Аружан оқушыңыз бірінші орын алып келді. Бұл деген тынымсыз еңбек, бұл деген ақ ниет, бұл деген кең пейіл, бұл деген терең білім, мол тәжірибе. Сізге шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет. Рахмет сұхбатыңызға.